Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде өте қызықты тақырыптағы видео болғалы тұр. Бүгінгі тақырыбымыз алма ағашын будандастыру. Бұл жөнінде бізге Асылбек деген PhD докторант, өте осы саланың білікті маманы, будандастыру бойынша улама, сосын улағыш ма. Бүгін бізге мына жерде бір неге келіп тұрмыз, ескі алдына. Өйткені мына жерде ескі апорттың сорттары бар. Бірақ бұл жер құрылыс жұмыстарына байланысты мыналарды ағаштар кескелі тұр. Бірақ мына сорттар сақтағысы келіп тұр. Міне бүгін соған Асылбек көмекке келді. Асылбек бізге көрсетеді қалай болатынын. Қай жерден алынады? Бұны бір жылдық өскінден кесіп аламыз. Соны ақберіп жасауға. 2 жылдықтан болмай ма сонда? 2 жылдықтан болмайды тек. Не үшін? 1 жылдықтан. 1 жылдықтан. Тез өніп кету үшін кесіп аламыз. Bir жылдықтан кесіп алдық бәрін. Соны тазалап шықтарын алып тастаймыз. Суға салып қоямыз. Бүгінгі ертең будандастыру басталады сосын. Бүгін суға салынады? Бүгін де бастауға болады енді, бірақ суда 5-6 сағат суға салып қойған дұрыс соны. Бұл жыл мезгілінде қай уақытта алған дұрыс мұндайды? Жыл мезгілінде ақберупаны негізі Алматы облысында 1 августтан бастап 15 августқа дейін жүргізіледі. 1 августтан 30 августқа дейін, сентябрьге дейін. Негізі кейбір облыста неде 15 августтан бастайды. Суықтау жерлерде негізі біз қазір бүгін қанша 30-ы бүгін. 30-ы ертең ақберіп жасай береміз уже. Оңтүстік өңірлерде сонда жазда істейді? Оңтүстік өңірлерде жазда істейді. Негізі август тамыз айында өріп басталады. Мына жерде неше алға болады мына жерде, мысалы, почкілерді? Почкінің дұрысын, жағдайын жақсысын аламыз ғой. Мына жерде мысалы біреуінен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дейін аламыз, ары қарай алмаймыз. Астынан 1-2 тастап, ортасынан аламыз. Тазалап қоямыз жапырақтарын. И қалғанын ақберупке де көрсетеміз. Қалай жасалатынын. И келесі жылы Құдай қаласа жақсы көрсете аламыз. Көшеттерді мата құрап салып қойын отыр ертеңге дейін. Бұл құрғап кетпей үшін. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз міне өткендегі алынған 1 жылдық өскіндерді мынау кішігірім тәлімбақта қалай будандастыру екенін тәжірибелік сабағын жалғастырамыз. Бұны Асылбек бұны әркім үй жағдайында істей алады ғой? Үй жағдайында істей алады, Ал онда міне кірістік. Мынау бізде не өсіп тұрған мыналар? Өсіп тұрған подвой. Подвой, яғни бұлар жабайы алма. Жабайы, оны подвой ғой, жабайы алма. Бұған мәдени сортты будандастырамыз. Бұның яғни тамыр жүйесі өте мықты. Тамыр жүйесі өте мықты. Неге төзімді ғой? Ауа райына, суықтарға төзімді. Ал жоғарына мәдени өсімдікті будандастырамыз. Мәдени өсімдіктер мен сорт, Зария деген сортты, Жетісу 5 деген өзіміздің отандық подвой. Улама, Улама. Улағыш, улама. Бұны жаңа институт қазақ жеміс және жүзім шаруашылығы ғылыми зерттеу институты шығарған. Қазіргі уақытта. Яғни бұл жерден алатын кезде көріп жүрейік. Алатын кезде міне бүршіктерді аламыз міне. Жапырақ өсіп тұрған бүршіктер. Бұған ең басты мәселе бұл жерде қандай өсімдіктің, жаңа қандай алма ағашының жеміс беріп тұрған алма ағаштан алған дұрыс. Мысалы біз қазір Зария деп алдық қой. Зария Алатау деп. Ол жеміспейінен қарап, жемісіне қарап алдық та. Мысалы, жеміс беріп тұрған ағаштан қандай ағаш екенін білмесең, егер оны істеудің қажеті жоқ. Нақты көз жеткізу керек. Яғни бір бүршігін алдық. Бүршігін алдық. Мына жерді тазалап аламыз бірінші. Жаңа көрініп тұрған жерлерді мысалы қазір тазалап қойдың ғой. Астын алып тастаймыз ғой. Өскіндерін.
Ол жақтан бүршік іздемейміз ғой яғни. Жоқ. Қабын кесіп алып тастаймыз. Қабын кесіп алып тастаймыз да. Яғни ішіне кіргізіп қоямыз. Ішіне кіргізіп қоямыз, иә. Мынандай қалташа қылып істеп қойдық. Жаңа ішіне кіргізіп қоятын, түс қалмау үшін, орағанда еш қиындықсыз болу үшін. Негізі осылай қоямыз да, ораймыз. Бұл жерде жаңа ауа ештеңе кірмеу керек. Міне. Болды. Осылай істеле береді. Осылай тоқтамай істеліне береді бәрі. Мысалы, мынандай нелерді үлкендерін енді кесіп алып тастаймыз. Өйткені жаңағыдай көш аламыз. Көшені ең бастысы жаңағы садовый пышақ дейді ғой, жаңағы өзінің арнайы пышақтары болады. Сондаймен алған дұрыс. Көшені ешқандай зақымсыз, ешқандай зақымдаусыз жаңағы приживать етіп бітіп кету үшін. Мен мысалы былай аламын. Мына жағын тіліп аламын да, аккуратный, жай. Тереңді қандай болу керек? Тереңді осы не ғой? Бұл кейбіреулер терең алып, мынау май сынып кетеді кейбіреулердікі. Бірақ оның көшесін қанша сантиметр не еді? Білмеймін, миллиметр ғой. Сөйтіп аламын ғой. Яғни осы көшеде бүкіл жаңа алманың сипаттамалары қалып тұр осы жерде. Иә. Астынан бәрі сақат. Және де бұл көшені неге қарасына ұламаға байланысты. Бұл жерде мысалы ұлама жуан болады кейбіреулер. Қай жерде? Біреулер жуан болады. Мынау қатты жуан емес қой, біреулер жуандау. Оған неғұрлым үлкен көше салу керек. Жаңа неге жуанға жуан, жіңішкеге анау көшесі өзін ыңғайлы тұру керек. Төбесі осылай тұра береді? Қазір айтам. Сосын көшенің ең басы кейбіреулерге асығып терсінен былай салып қоюға болмайды. Оны тек осылай қарай жоғары қарап тұру керек. Және де мен кейбіреулер сұрайтын шығар, мына жағынан неге істелмейді бұның, тек мына жағынан істелмейді. Жел болады, мысалы, жел мына жақтан болса, жаңа көшені будандастырамыз, ертең мына жерден тал өсіп шығады ғой будан. Сол кезде жел мына жаққа қарай соғып, мынаны ертең алып тастаймыз ғой кесіп. Сол кезде мынадан өсіп шыққанды желге қарама қарсы тұру керек та, жел артына соғатын. Егер алдына соғатын болса, ажырап кетуі мүмкін ол. Ескеретін жағдай екен, иә? Соның бәрін ескеріп істеген дұрыс та. Бір-біріне дәл келу керек. Ұзын болса кесіп тастайсың, иә? Ұзын болса төбесінен астынан жанынан ала беруге болады негізі. Сосын орап атқан кезде әбзатын былай туырлап қою керек та, өйткені қисық кейбіреулер енді асық орап қисық істеп қою мүмкін. Төбесі кесілмей ме енді мына? Да, айтамын. Қазір бұл тұра береді. Ертең мынаяқтан өскіні өсіп шығады ғой. Сол кезде мына жағын кесіп тастаймыз, мына жағын ғана өсіп шыққан жағын қалдырамыз да. Түсіндіңіздер ғой. Кейбіреулер шатасып, адасып, астарын тазаламағанда білмей қалу мүмкін да, астынан жабайысы шығып кетуі мүмкін да. Оны байқамай қалып, сол деп ойлап, жабай не алып қалуымыз мүмкін. Яғни мына шығып болғаннан кейін. Шығып болғаннан кейін, иә. Ол биыл ғой, иә? Иә, биыл шықса, содан кейін қырқып тастаймыз. Ол негізі көктемде алынады ғой. Көктемде тазарып, алынады. Осы сентябрьде, құдай қаласа, 42 айында жаңа нені күленгіні ашып көреміз. Живет етті ма, етпеді ма, оны үйде түсіреміз ғой. Мысалы, көшелер отырғызылып жатыр ғой. Мысалы, оның үйдегі алмалар болуы мүмкін ғой біреудің. Соны бұтағына отырғызып жіберсе бола ма сонда көшемен? Бұтағын мынаған жалғап па? Жоқ, бұтағына осы көшені отырғызып жіберсе бола ма? Жоқ, ол болмайды. Болмай ма? Жоқ, біреуге ой келмей ма деймін. Иә, ол арнайы бұл подвойлар болады ғой. Мысалы, подвойлардың түрлі түрлері бар. Mesela жаңағы жабайы,
жабайы жаңа сиверс алмасынан алынатын. Оны жаңа апортты бұл подвой үш түрліге бөлінеді. Подвой деп сөйлей берейін енді, ол қазақша баламасы, ол кейбіреулер түсінбеуі мүмкін. Бұл үш түрге бөлінеді. Біріншісі үлкен сильный рослый дейді, жаңа үлкен ағаштар, баяғы қазылдың олатын нелер. Осы күзде қазылдың олынады бұл же. Яғни былтыр мына жерге былтыр осындай уақытта жасаған, биыл уже күзде қазылдың алып көшет қылып егіледі же. Көріп жүргенде қалай болған? Міне көрініп тұр ғой мына жерде. Мына подвой. Жаңа біз подвой деп отқанымызда мына жаңа әрекеттестірген көше салған міне. Көше пайда болғаннан кейін мына жақтан бәрін алып тастаймыз. Көшені ғана шығарамыз. Былтырғы мынау, Былтыр августта бұдан да жаңа приюк жасаған, биыл уже көшет болады. Күзде, құда қаласа. Бұл да өседі әлі шамалы, осындай өседі ғой. Содан кейін бар көшет пайда болады. Міне, мына жерде де сондай. Яғни мына жағын кесіп алып тастайсыз. Мына жағын кесіп алып тастайсыз. Жаңа біз жасадық қой міне. Жаңа көше салған міне мына жерге. Енді көшен шыққаннан кейін мына қырып алып тастаған. Мынаны жоғарыдан жасаған міне. Ол қысқа жасаған ғой. Бір-біріне талдарды ше. Подвоймен біреу ойды кәдімгідей қосқан. Оны қысасы деймін оны? Иә. Оның қайсысы негізі тиімді болып саналады негізі? Жаңа істеген бе осы ма? Барлығы қазір жаңағыдай қылып істейді ғой, көшемен істейді ғой. Мына істеудің ері енді опыт ретінде істеп көрген ғой, істеген ғой. Негізі акулировканың екі түрі бар ғой, жаңа көшемен и осымен. Ол да жақсы өсіп келе жатыр ма енді? Иә, жақсы өсіп келе жатыр ғой. Прижит еткен ғой. Мына жерге сырт немен ораған? Сыртына олар арнайы не андай пластилин сияқты ма, балласт сияқты ма? Иә, сондай ораған. Ауа кірмеу үшін. Подвойлар өсіп тұрған жерде. Подвойды, подвой ғой міне, жаңа не ағып атқанымыз осыған 30 жылдарға эмдебет деген подвой карликтікі. Осыдан күздің күні әрқайсысын бөліп аламыз. Бұның астында қандай тамыр жатыр қазір? Үлкен тамыр жатыр ғой, міне. Астын қазып, тамырымен бөліп аламыз да, акушені жасап қоямыз. Келесі жылы осындай уақытта тағы осындай қылып шыға береді. Бұның астында тамыр жүйесі қандай үлкен болып тұр ма? Үлкен емес енді, орташа міне. Міне. Мынау тұр ғой. Көрдіңіз бе? Мынау сияқты ғой, иә? Эмдебет деген. Ар жақта жаңа арым 18, B735, J5 деген подвойлар бар. Көп адам мынандай ойлау мүмкін да, жаңа біз бір көшені отырғыздық қой неге? Жаңа подвойға, иә? Мысалы біреулер ойлау мүмкін. Мысалы менде мынандай бұтақ бар дейді. Неге осы жерге отырғыз бере салмаған сол көшені дейді. Бұтағына. Көшені? Иә. Ол отырып жүргенде олай ғой. Мынаның өзі мәдени алма ғой бұл. Түсінікті, жеміс беріп тұрған алма. Біз подвой дегеніміз ол асты түбі да.